Мынау менің балабақшам. Тәрбиешіге көмектесіп, бөлме гүлдеріне күтім жасауда. Мынау менің бөбектерім. Олардың күлімдеген жүздерін көргенде және мені қуана қарсы алғанда жүзіме ерекше күлкі ұялайды. Саламатсың ба, Райана? Ой, жарайсың. Не дедің, Райана? Мамамен. Мамамен дедің ба? Ой, жарайсың. Аяқ киімін кидің ба? Кидің. Күн тәртібін біз Қазақстан Республикасының әнұранымен бастаймыз. Сонымен қоса балалардың дене қалыптарының дұрыс дамуына, қимылдардың үйлесімді қалыптасуына, салауатты өмір салтын дамыту мақсатында таңғы жаттығу жүргізіледі. Таңғы ас кезінде балалардың мәдени гигиеналық дағдыларын және кезекшіліктің еңбек әрекетін қалыптастыру керекпіз. Көз шықты деп ойнаймыз, иә? Бәрінің дауысы естіген кезде қол шатырдың астына қыламыз. Ал көз шықты дегенде шығып, берейміз әуеге, иә? Балаларды ауа райы жағдайына қарай дұрыс киіндіру, мектепке дейінгі кезеңде балалар қоршаған ортаны танып біледі. Балабақша аумағындағы еңбек түрлеріне көмек береді. Балалар, қардың қандай? Мамық жұмсақ екен, иә? Оны қолымызға қатты қысып ұстап тұрсақ не істейді? О неге айналады?
еріп кетеді, иә? Су қайналады екен, иә балалар, иә? Ал егер оның үстіне су құйып, күн суықта далаға қойып қатырып қойсақ, неге айналады ол? Мұзға айналады, дұрыс айтасыңдар, ой жарайсыңдар. Түскі ас уақытында балалардың дастархан басындағы ұқыпты тамақтану дағдысын қалыптастыру. Түскі ұйқыға жатарда жатын бөлмеге жақсы атмосфера құру және қолайлы жағдай жасау ең маңызды мәселе. Түскі ұйқының барысын қазақ халқының ертегілері мен классикалық әуендерін тыңдатып ұйымдастырған жөн. Түскі ұйқыдан кейін балалардың денесінің дұрыс қалыптасуына, балалардың арқасына, қолына, табандағы нүктелерді оятуға арналған ұйқашар жаттығу жасалады. Жаттығудан кейін нүктелі массажбен жүргіземіз. Кітаптарды қарау және де тағы да басқа іс-әрекеттерді ұйымдастыруға болады. Жас және жеке ерекшеліктеріне қызығушылықтарын ескере отырып, құрылған жайлы заттық орталықтарда өз еріктерімен таңдау арқылы ойнайды. Жылы киіндіріп жүресіздер, бір салқын, салқын қалмасын, иә? Сау бол, Аяна. Сау. Біз үнемі күн тәртібін осылай ұйымдастырып отырамыз.